17 сабақ дүниетану тақырыбы ежелгі адамдардың өмірі қалай өзгерді. Сенің бүгінгі білетінің ежелгі адамдардың тамақтану түрі неге және қалай өзгергенін білетін боласың. Бастапқыда адамдар тағамдарды табиғи түрде, яғни шикідей жеген болатын. Тамақты отқа пісіріп жеуді біртіндеп үйрене бастады. Найзаға ойнағанда жай түсіп, қураған ағаштар жанды. Өрт шықты. Адамдар жанып жатқан ағаш бұтағын алып, от тұтатты. Сонымен қатар жай түскеннен кейін отта аңдардың өлгенін және сол отта аңдардың піскенін, жұмсақ екенін білгеннен кейін осы отты пайдалана бастады. Отты сөніп қалмау үшін адамдарға өте қиындық туғызды. Енді оттың қандай пайдасы бар екенін білді. Оттың жылу беретінін, жарық және тамақ пісіруге болатын, жабайы аңдардан қорғануын, саз балшықтан ыдыс жасап тамақ пісіруін үйренді. Үнемі от жай түспеп, жай найзағай ойнап жай түскенін үнемі бола білгеннен кейін адамдар бір тасты басқа тасқа тигенде одан ұшқын пайда болатынын байқаған. Осы ұшқыннан от жанғанын білді. Мінекей оттың қалай пайда болған адамдар біртіндеп үйреніп, өздеріне пайдалана бастады. Ежелгі адамдар нені қорек етті және олар қалай тамақ тауып жеді деген сұраққа жауап беретін болсақ, олар топтасып аңдарды аулады, балық аулады, аңдардың еттерін қақтап жеді. Бірақ көбінесе үлкен аңдарды аулау өте қиынға соқты. Сондықтан олар жебе мен садақты тауып үйренді. Осыдан жебе мен садақтан аңдарды аулап, бұғылар мен киіктерді аулап, өздеріне қорек етті. Бірақ аң аулау да оңайға түспеді. Сонымен қатар терімшілікпен де айналысты. Өздерін байқап тұрғандай, адамдардың терімшілікпен айналысқанын байқауға болады. Аңдармен қатар құстарды да пайдаланған. Осы жерден барлық ежелгі адамдардың қандай тіршілік етіп, немен айналысқанын, қандай тағамдарды пайдаланғанын байқауға болады. Көбінесе олар енді өздері аулаған аңдардың, жануарлардың, балықты пісіріп, құстарды өздеріне пайдаланып, терімшілікпен жеміс-жидектердің жеуге жарамды екендігін пайдаланып өздеріне. Осы суреттен кейін ежелгі адамдар туралы шағын бейне баян көріп ал. Содан кейін берілген тапсырмаларды орында. Жаңағы от деген сөздердің ішіне, жаңағы дөңгелектердің ішіне отты пайдалану адамдардың өмірін қалай өзгертті екенін жазып шығасың. Жаңа біз оны айтып өттік. В тапсырмасында иә немесе жоқ деген жауапты мынандай сызықшамен жазасың. Содан кейін ежелгі адамдар ас мәзіріне нелерді қолданды. Бұл жерде суретін саласың. Осымен балалар, бүгінгі біз сабағымызды аяқтаймыз.